Сәлеметсіздер ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мен духовкаде фольгаменен судак балығын пісіремін. Оған керек заттарды, судакты, балықты тазалап, кесетін жерін кесіп, мынандай осылай тіліп қойдым, екі жағын бірдей міне. Судактың салмағы 2 килограмм, өте үлкен. Сондықтан мен осылай қиғашынан саламын. Оған керекті маринад жағатын. Маған керекті 2 ас қасық столовый, ас қасық қаймақ. 1 чай қасық горчица. Міне 1 чай қасық горчица саламын. 1 чай қасық горчица. Енді специи для рыбы, вот мен уже 1 чайный ложка салып қойдым. Міне специи для приправа для рыбы деген болады. Міне осының 1 чайный ложкасын міне осы ыдысқа салып қойдым. Қазір осыны енді мынаған қосамын. Осы ыдыспен араластыра берсем болады. Жетіп тұр. Енді оған енді 50 мл соевый соус қосам. Міне 50 мл болды. Мына жерде мерный вот несі тұр. Сәл кішкене көбірек. Вот, ровно 50 мл соевый соус болды. Міне. Енді осылардың бәрін араластырып, жақсылап, мен осы балығыма жағамын, арасына кіргізіп, кескен жерлеріне. Сонда бұл жақсы кішкене мына маринатым сіңіп, дәмді болатын болады. Әрі сондай құрғақ емес, сочный болып, балғын болып жақсы піседі. Маринатымыз дайын. Енді мына судактың астына, балығымыздың астына мына пиязды, 2 пияз, 2 бас пиязды мен осылай кесіп алдым, дөңгелетіп. Енді осы пиязды 2 қатар қоям, себебі балығым өте үлкен. 2 қатар қоям. Кішірек балық болса, әрине 1 қатар қойсаңыз болады. Мен 2 қатар қоям. Соныменен соның үстіне балықты қоям. Соның кейін маринатты жағып, 2 жағына ішіне бәрін маринатымды жағып, соның кейін духовкаға пісіреміз.
Bismillah deyip endi mine marinadımızды balığımızga жағамыз. Şu an bir kafes gibiyim. Bak. Молодец. Севать. Я дам мне Вовку. Endi balığımızın ikinci betine жағамыз. Үйde помидor var eкен, men өзім ойлап тұрмын, помидор қосып жіберсек те жаман артығы болмайды, артықшылығы. Тоже сөлі бөлініп шығып, біздің балығымызды дәмдетеді. Видеомды бір көріп алайын. Конец. Фалькаға орайтын кезде не істеді? Ты же закрыла? Ты можешь сама же делать? Ара-арасына помидор салып жіберейін. Енді лимонды жартылай кесіп алдым. Енді осы мына кескен жерімізге лимонды бұл уже
ішіне бүйтіп саламыз. Сонда лимонның дәміменен балық өте дәмді болып шығады. Құрметті оқырмандарым, менің балығым пісті. Жеуге дайын. Сіздерге ұнап жатса осы рецепт, менің каналыма тіркеліп, 66 жасқа келген Райгүл апайдың рецептінен осындай балық дайындап көріңіздер. Осындай жас үлкен апаларыңның каналының өсуіне сіздер де үлестеріңізді қосып, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ұнап жатса, сіздердің де мүмкін жақсы рецептеріңіз болса, менімен бөлісе отырыңыздар. Құрметпен Райгүл апайларың.